Полиэтилен мен жуғыш заттар негізінен Ақмола, Батыс Қазақстан облыстарында, ал пластмасса өнімдері Алматы мен Астанада өндіріледі. Елімізде пластмасса шығаратын ірі өндірушілердің ішінде Полиматис, Казэнерго-Синтез компанияларын атауға болады. Қазақстандағы ең ірі полиэтилен өндіруші зауыт Атырауда орналасқан Атырау полиэтилен зауыты. Ал негізгі жуғыш заттарды шығаратын зауыт Ақтауда орналасқан. Пластмасса алуда негізгі зат мұнай, полиэтилен, этилен, жуғыш заттарда тұздар мен органикалық қосылыстар. Ең алдымен полимерлеу, поликонденсациялау, полиқосу реакциялары жүзеге асырылады. Реакция нәтижесінде алынған өнімдерден пластмасса мен полиэтилен жасалынады. Жуғыш заттарды даярлау технологиясы 3 кезеңнен тұрады. Құрамды араластыру, кептіру немесе қайнату және орау. Пластмассалардан табақтар, қаңылтырлар, құбырлар, профильдер, құрылыс заттары, пластик қаптамалар мен ойыншықтар жасалынады. Полиэтилен кеңсе тауарлары, ойыншықтар, орау материалдары мен ыдыс шығаруда пайдаланылады. Жуғыш заттар органикалық еріткіштер, хош иістендіргіштер, сабын, су сабын өндірісінде қолданылады. Пластмасса мен полиэтилен Ресейге, Қырғызстанға, Өзбекстанға көлік арқылы тасымалданады. Жуғыш заттар Қырғызстан мен Өзбекстанға жеткізіледі. Аталмыш тауарларды шығарушы зауыттардың инвесторлары жоқ, яғни зауыттар өз бетінше жұмыс істеуде. Бұл пластмассадан бұйымдар жасайтын зауытта түсірілген фотолар. Болат Ақшолақовтың айтуынша, биыл полиэтилен жобасы аясында өндірісті тереңдету жұмыстары жалғасады. 2023 жылы полиэтилен жобасы аясында газ сепаратор зауытын қаржыландыру мәселесі шешіліп, қуаттылығы жылына 1250 миллион тонна болатын полиэтилен кешен жобалау қолға алынады. Қазақстанның негізгі жуғыш заттарын шығаратын Goldman Minyan компаниясы Қазақстан нарығына 11 жыл бұрын шыққан өндірістік компания. Бастапқыда ол су сабындар, душқа арналған гельдер жасаумен айналысқан. Тіпті Disney және Marvel компанияларымен 7 жылдық келісімшартқа отырған. Пластмасса бұйымдарын шығаратын компания жайлы толығырақ айтар өтсек, Пластформа Қазақстан 2009 жылы тіркелген және компанияның негізгі қызметі пластмасса бұйымдарын өндіру болып табылады. Пластформа Қазақстанның 2022 жылғы жылдық түсімі 2 миллиард 299 миллион 628 мың 210 теңгені құраған.